ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Фатиха сүресі айта берсеңіз расында да бітпейтін, түгемейтін бір үлкен теңіз десе де болады. Өйткені ол Құранның анасы деген атқа ие болған. Сол үшін болса керек, бүкіл Құрандағы үлкен мағыналарды өзінің ішіне алған. Соның біреуі, ол білесіздер, бүкіл мақтауды бірінші Аллаға арнауы, және оның Алланың сипаттарын айтып өтуі, бірінші нүктесі. Яғни қиямет күнінің егесі, аса қамқор, ерекше мейірімді, бүкіл әлемдердің егесі болған Аллаға мақтау болсын дейді. Оның әрбір сипатын талдасаңыз қанша үлкен мағына жатыр. Екінші бір үлкен нүктесі, бұл Алла тағалаға дұға ретінде айтылған сөз, бірақ бұл біздің діннің немесе өміріміздің түбін, әсілін, негізін айтып береді. Ол ияка набуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық етеміз, саған ғана сүйенеміз деген екі ауыз сөзден тұратын сөйлем. Бұл сөйлемнің бір қызық нәрсесі өмірдің екі тіршілікпенен құлшылықтан, яғни ғибадат пенен муамалаттан тұратынын айтпақшы. Сол ғибадат бөлімі тек қана бір Аллаға арналу керек. Ал муамалат ше, біздің мәмілелеріміз ше, тіршілігіміз, ары-бері жүріс-тұрысымыз ше десе, әлбетте оған Құранның басқа аятынан да мысал келтіруге болар еді. Құл, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, айт, әлбетте менің өмірім де, өлімім де жалғыз Алла үшін арналады деген аят бар. Яғни инна хаяти ва мамати лиллахи роббил аламин деген. Сол үшін осы аят негізін түсіндіріп берген сияқты. Яғни ияка набуду, тек бір Аллаға ғана ибадат қыламыз екен. Ва ияка настаин, және бір Аллаға ғана сүйенеміз. Бүкіл барлық нәрседе. Сүйену туралы мен сіздерге бірнеше мысалдар айтқам. Соның ең қарапайым мысалы дәрі туралы айтқам. Көп адам дәрі іше алмайды. Дәрі ішудің де әдісі бар екен да, керек болса. Біз аналгенді тарс етіп іше саламыз, ол жерде тұрған бір үлкен мән мағынаға түсінбейміз. Керек болса біз дәрі іше алмаймыз. Соншалықты адамбызды қалай ішу керек дәріні? Мәселен, бір аналгенді алып алып, мен осы аналгенді басымды қойдырады, немесе ауырып тұрған жерімді қойдырады деп ішсеңіз, кім боласыз? Ішпесеңіз кім боласыз? Егер сіз дәріні ішпесеңіз, ақмақ боласыз. Ал егер дәріге сеніп ішсеңіз, кәпір боласыз. Аллаға серік болсаңыз. Қараңыз, қарапайым нәрсе. Дәріні себеп қылып көру керек. Оны врачтар да айтады. Дәрі бұл средство. Яғни әшейін себеп та ортадағы. Сол үшін біз қандай да бір дәріні ішкенде, осы кеселдігіме, дертіме себеп болса екен деп ішеміз. Сонан кейін барып Алладан шипа сұрайды екенбіз. Қараңыз, настаин деген сол, сүйену Аллаға. Бірінші себебін жасаймыз. Екінші, сосын барып сүйенеміз. Халқымызда сөз бар, Мұса есегіңді тұса дейді, сосын Аллаға тәуекел ет деген сөз бар. Яғни бірінші Аллаға тәуекел еттім деп, қораңызда жіпті шешіп, қойыңызды огородқа жібере салды, Құдай өзің бақ, өзің қақ деп жатқан дұрыс болмайды да. Ол ақмақтық болады. Ал Аллаға сүйенбеу кәпірлік болады. Қараңызшы, соншалықты нәзік жіп, бір кесіп өтіп кетсеңіз, кәпір боласыз, ақмақ боласыз. Енді ақмақ болған жеңілде ғой, кәпір болған әйтсе дағы. Дегенменен де екеуі үлкен нәрсе. Сол үшін бүкіл өмірдегі, тіршілігіміздегі әрекетіміздің барлығын себеп қыламыз. Сол себепті орындаймыз да Алладан нәтиже күтеміз. Сол үшін өміріміздегі барлық нәрсені Алла бізден істің нәтижесін сұрамайды екені, өткенде мен айтып кеттім осы шағында.
Бәлки Алла бізден істің өзін сұрайды екен. Сол себебін орындағанымыз сұрайды екен. Сол үшін арақ ішкенде, арақтың жанына отырғанда, оны құйып бергенде, тасып бергенде, оған ақшасын төлегенде бірдей деген сол. Не? Өйткені ниеті, ісі барлық бір нәрсеге алып барды, араққа. Яғни біреу арақ ішем деген жоқ та, бірақ ішкіздірді. Екінші ішем деген жоқ, құйып берді. Үшінші ішем деген жоқ, әкеп берді. Төртінші ішем деген жоқ, ақшасын төледі. Ішкені басқа біреу. Бірақ сонымен бірге отырыстас болады. Сол сияқты сауап істерде осындай болады. Әрбір сауап іске себепші болған адам сауабын алады соны. Және сол сауапты орындаған адамменен тең алады. Егер ниеті сондай болса. Сонан соң ең соңғы Фатиха сүресіндегі нүкте бұл өмірдің жолын, тура жолды таңдай білу. Тіршіліктегі, өмірдегі тура жолды таңдай білу. Көп адамдар ойлайды, ақылым бар болса, мен тура жолды білем дейді. Әсіресе бұл көп біліп қалдым деген жасы үлкен кісілерде болады. Көбінесе. Әсіресе жасы 50-ден асқаннан кейін көп адамдар мен өмірді көрдім, білдім, ащы тәттінің бәрін татып көрдім, енді өмірді 5 қолымдай білем деп ойлайды. Өте қателеседі сол адам. Өйткені біздің халқымызда сөз бар, ақымақтың үлкен кішісі болмайды дейді. Ақымақ тек кішкентай бала болмайды екен. Үлкен 80-дегі шалда ақымақ болады. Керек болса. Сол үшін халқымыздың өзі оған жауап берген. Ақымақтың үлкен кішісі болмайды дейді. Мен білем деген адам дым білмейді деген сөз бар. Сол үшін біздің өмірді біз жаратпадық. Өмірді біз қолдан жасамадық. Мен білем деген ағаттық болады. Бәлки өзімнің өмірімде біраз сабақ алдым, менің алған сабағым көп деп мақтанса болады. Одан артық мақтана алмайды. Сол үшін мен өткенде Мұса пайғамбар туралы әңгімеде айтып берген. Мен білем деп айтқандық үшін. Ал өмірде Алла Тағала 3 нүктені айтады. Осы соңғы аятта. Тура жолды бірінші 2-ге бөледі. Тура жол және тура емес жол. Бірақ тура емес жолдың өзі 2-ден тұрады екен. Біреуі адасып кеткендердікі, значит, ол баяғыда тура жолға түсіп жүрген да, әсілі тура жолда болған. Бірақ адасып кеткен екен. Қараңыз. Тура жолға түспей қалып кейінірек. Ал біреуі Алланың ашуына қалғандар. Олар да тура жолда болған, бірақ адасып кеткендігі үшін ашуға қалған. Ол адасып кеткендерде ашуына қалады ғой, Алланың десе жоқ, Алланың қаһарына адасып кеткендігі үшін ол бөлек болады. Олар адасып кеткенде өздері білместен адасты, білімі болмағандықтан адасты. Ал Алланың қаһарына қалғандар біліп тұрып, барлық нәрсені естіп, танып тұрып адасқандар. Сол үшін екеуінің айырмасы бар. Оларға ғалымдарымыз 2 халықты мысал келтірді. Біреуі христиан халқы. Мен именно діни халық жағынан, діни жағынан айтып жатырмын. Бір ұлтты айтып жатқан жоқпын. Христиан халқы. Екіншісі иудей халқын айтады. Құранда. Өйткені олардың қателігін сынау барлық адамда бар. Біреулер ойлауы мүмкін. Әсіресе біздің ислам діні. Расында да өзге ұлтты немесе өзге дінді, тіпті еврей халқын болсын кемсін. Көп адамдарда, мұсылмандарда әсіресе сондай бір ой бар. Еврей деген халықты жек көреді да. Оны Алла жаратқан жоқ па? Олар халық емес па? Пайғамбарымыздың әйелі еврей болған. Еврейден әйел алған. Егер жаман болса алмайтын еді ғой. Сафия деген анамыз еврей болған. Және ең ақылды болған. Ең тамақты күшті жасайтын болған. Айша анамыздың ең қатты қызғанатыны пайғамбарымыздан сол әйел болған. Соншалық сұлу болған. Ойлаңызшы, ақылды, бай, бар жағы болып тұрған әйел болған. Ойлаңызшы. Мұсылмандардың анасы еврей кісі болған. Ұлтты емес әңгіме. Еврей дінінде. Өйткені ол халық дініменен адасқан. Именно дін жағынан қайсы халық, ол біздің қазақ халқының арасында да бар екен ондай дін ұстанғандар. Алматыда еврейлердің синагогасына
басқа ұлттың адамдарды, еврейден бөлек ұлттың адамдарды, орыс, басқа қазақ, өзбек, басқа кәдімгі кезінде мұсылманмын, христианмын деген адамдар да барып жатыр екен синагогаға. Христиан емес, яғни мұсылман емес, иудей болып кетті ол кісілер. Ал иудейлер кезінде Мұса пайғамбар түскен, және Мұса пайғамбарға кітап түскен, тура жолды анық білген, кейінірек сол кітапты олар бұрмалап жіберген. Қолдан жасаған. Яғни өз-өзіне адастырған. Сол үшін Алланың қаһарына қалған. Ал екінші христиан халқы болса, оларға пайғамбар түскенменен де оларға кітап түспеген. Инжил кітабына иман келтіргенменен де Инжил кітабы кітап ретінде түспеген да, ауызекі түскен. Ауызекі түскен да, әшейін. Жаттап ешкім оны қағазға түсірмеген. Сол күй адасып кеткен сол үшін. Оларға білім басында жетпей қалған да, тура жол жеткен, білім жетпей қалған. Осы жерде тағы бір басқа нүкте айтуымыз керек. Ол өткенде мен айтқаным бойынша кітап көтерген есек туралы айтқан әңгіме. Яғни есектің үстіне кітапты арта берсеңіз есек ғалым бола ма? Болмайды ғой. Ол қанша ауыр болғанмен кітабы, қанша құнды кітап болғанмен. Сол үшін егер бір адам ғылым білімге қанық болса, барлығын біліп қойса, бірақ амалы болмаса о кісінің, кітап көтерген есек болады екен. Алланың қаһарына қалады. Қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде бір хадис айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтуы бойынша қияметте ең алғашқы азап көретін кім? Білесіздер ме? Ғалым адам. Ең бірінші азапқа қалады. Пайғамбарымыз айтады. Қиямет қайым болған кезде бір ғалым адамды шақырады екен. Құран жаттаған ғалым бар жағынан бар. Сонан соң әлгі кісіден Алла сұрайды екен: "Ей пәленше, сен не істедің?" деп сұрай бастағанда мақтана бастайды екен. Аллахым, мен сенің жолыңды үйрендім. Сенің біліміңді адамдарға берген тарқаттым. Халыққа шырақ болдым, жандым, тура жол көрсеттім, бала оқыттым, кітап жаздым, үйттім да бүйттім, медресе аштым деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде Алла жалған, өтірік. Өйткені халық сені қары, молда, ғалым, ой шіркін-ай, мына кісі көзі ашық адам деу үшін істеді. Мақтану үшін. Мақтаншақтық үшін істеді. Таласу үшін істедің. Басқа біреулерді кемсіту үшін оқыдың осыларды. Үйреттің немесе. Міне сол үшін сенің амалдарыңның сауабын сен дүниеде алып қойдың. Ақысында, сауап деген ақысы. Осы дүниеде уже ол алып қойды. Өйткені бұл дүниеде құрметті болды, қадірлі болды, қары деп атады, халық ғалым деп атады, оның жолына кілем төседі. Бірақ бұл ақысын алып болады екен. Ал қияметте сенің көк тиындей де ақың жоқ деп дозаққа жібереді екен. Бұл әлбетте ықылас туралы және рия туралы сөздер ғой. Өз-өзін көрсету, көз-көздік жасау деген нәрселер. Екінші бір адам пайғамбарымыздың айтуы бойынша бұл хадисте бай адам. Бірақ ол қарапайым бай емес, өзінің байлығымен халыққа көп қызмет қылған адам екен. Жетім жесірлерді баққан, жол салған, үй салған, жетімдер үйін салған, жұртқа базар салып берген, мазар салып берген, бау салған, жол, көпір бәрін істеген да, халыққа қатты аямаған жақсылығы. Сол кісі келіп мақтана бастайды екен: "Оны істедім, мынаны істедім, анаған жәрдем бердім, мынаны көтердім, мынаны тұрғыздым, мынаны жөндедім" дей бергенде Алла жалған дейді. Сен мұның бәрін сені халық жомарт, ой пәленше күшті екен деп атау үшін істедің. Мақтаншақтық қайтадан. Сен соны орындады, халық сені соны орындады. Яғни халық сені мақтады. Халық сені дәріптеді, құрметтеді. Сен ақыңды алып болдың дүниеде. Енді дозаққа бар. Үшінші бір адам келеді екен. Алланың жолы үшін жанын берген адам. Ең қымбат нәрсе жан емес па негізінде? Сонда сол жанын берген Алланың жолында, тура жолда Алланың жолын уағыздаймын деп, Алланың жолын туын көтеремін деп, қан төгіп, қан майданда өлген адам келеді екен дін үшін.
сол адамды алып келгенде мақтана бастайды: Аллахым, мен сен үшін кескілескен ұрыстың ішіне кіріп кеттім, қан кештім, ақыры міне дүние салып өлдім, сен үшін өлдім десе, Алла жалған дейді. Өйткені сен халық мені батыр, ержүрек, ой шіркін-ай пәленше сияқты батыр бар ма екен деп мақтай бергендік үшін істедіңіз. Халық сен үшін дастан шығарды, өлең жазды, мысалдар айтты, ой пәленше сияқты деп балдарының атын қойды. Сен дүниедегі ақыңның бәрін алып біттің. Бұл дүниеде саған ешқандай нәрсе жоқ деп дозаққа жібереді екен. Пайғамбарымыздың бұл хадисі Сахих Муслим мен Сахих Бухарида келеді. Үлкен хадис. Мұның мағынасының мәні адам қанша білімі болсын, қаншалықты жақсы ізгі істері болсын, егер тура жолда болмаса, адасушы немесе Алланың қаһарына қалған болады. Сол үшін біз адасқан және Алланың қаһарына ұшырағандардың жолынан Алладан пана тілеп, сол жолға түсіре көрме деп, және Алладан тура жол сұрауымыз міндет екен. Міне Фатиха сүресі осы негіздерді айтады екен. Айт десеңіздер айта беретін сөз көп. Әйтсе дағы бүгінгі кезекте Нас сүресі тұр. Мен сіздерге өткенде айтқам, Нас сүресі түсу жайы, басқа жайы оқып келіңіздер деп. Өйткені мен әңгіме айтып жатқанда оның түскені туралы немесе кейбір мағыналар туралы сұрақтарыңызды қабылдамайын. Өздеріңіз басқа кітаптардан оқып алуларыңыз керек. Мен бұл жерде біздің өмірімізге керекті болған нүктелерді ғана айтып өтемін. Яғни Құранды біздің өмірімізге керек жағынан қарастырамыз. Ал мағына жағынан, сөздік жағынан ол кітаптардан өзіңіз оқып аларсыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Нас сүресі Фалақ сүресіменен бауыр. Қайсысы ағас, қайсысы інісі екенін айтпай-ақ қояйын. Бірақ екеуі егіздесе де болады. Өйткені Табари деген ғалым кісі, соншалықты ұлы ғалым кісі болғандығы, бір күні Құран аударып жазады. Құранды қанша том қылып аударады дейсіздер ғой, 60 том қылып жазыпты. 60 том қылып Құран жазса, шәкіртіне келіп айтты: "Мен Құран аударып біттім, 60 том болды" десе, жылапты шәкірті. "Мен оқитын шығармын. Тағы бір 2-3 адам оқитын шығар. Бірақ мына кітабыңызды басқа адам оқымайды. Қысқартыңыз" дейді. Содан ашуланып, 30-ға қысқартам ба дейді. "Жоқ" дейді. "Оны оқымайды ешкім" деп әптен ерегісіп, әптен ұстазымен таласқаннан кейін ұстазы құр сөздердің бас жағын жазып алып келдім деп 4 том алып келген екен. Құрандағы аударманың бас жағын жазып алып келдім әшейін. Мынау туралы деп қысқа бас жағын анау деп жазып алып келдім. Болды, ар жағын таныстырғанда жоқпын деп 4 том жазған екен. Соншалықты ұлы кісі болған Табари деген кісі. Күніне 1000 бет кітап жазады екен. Сөйтіп тағы базарында өзінің тіршілігі бар. Бала шағасын бағады. Адамдарға сабақ береді. Әйеліменен сөйлесіп, оның жағдайын шешіп береді. Бала шағасының жағдайын шешіп, соларды неғып береді. Күнін, уақытын қалай бөлген десеңізші? Сөйтіп отырып 5 уақыт намазын оқиды. Нәпіл намаз оқып үлгереді. Құран оқып үлгереді тағы да, соның арасында. Не деген үлкен кісі? Егер бір адам күніне 1000 бет жазатын болса, сіз компьютерменен отырсаңыз, бір күн отырасыз 1000 бет. Оның өзінде де мықты, енді керемет компьютерді енді қатты меңгерген адам отырады. Одан бөлек адам 1000 бет жазу деген ойлаңызшы. Не деген ұлы кісілер болған. Біздің шоқ жұлдыздарымыз өте үлкен ғой. Сол Табари деген кісі Құранның түскен аяттарының жиынтығы деген кітап жазған. Бөлек бір кітап. Сол кітабында өте үлкен тарихшы біздің ғалымдардың ішінде. Ислам ғалымдарының тарих жөніндегі шоқ жұлдыздарының біреуі. Шоқ жұлдыз дегеніміз авторитет ғалым деген сөз.
Яғни сөз. Егер Табари айтты деген сөз келсе, сене беріңіз деген сөз да. Сол кісі риуаят қылу бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бір еврей дінін ұстанған кісі Любайт деген кісі сиқырлап тастайды. Пайғамбарымыздың шашын, тарағын алып, екеуінің арасына бір нәрселер қосып, оларды бір құдықтың астына оқып тастайды. Пайғамбарымыз басы ауырып, бір нәрсені істесе істемей, істемесе істеп, бір түрлі болып қалады. Кішкентай уақыт. Содан кейін үйінен шықпай қалады. Біраз уақыт. Сонан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жебірейіл періште түседі. Пайғамбарымыз айтуы бойынша жатсам төбемде екі адам келді дейді. Біреу Жебірейіл, біреу тағы бір періште. Жебірейіл менен Микаил деп айтады бұны. Екі періште келіп басында тұрып бір-бірінен сұрай бастайды. Жебірейіл сұрайды, бұған не болған дейді. Жандағысы айтады. Бұның ыстығы көтеріліп жатыр, және бұған сиқыр өткен дейді. Ол қай жерде дейді. Ол пәленше деген адам жасаған, пәлен деген құдықтың астында осындай түйіншекте жатыр дейді. Соныменен Жебірейіл періште руқия оқиды. Бисмиллахи арқик, валлаху яшфик, мин кулли даин юзик, мин кулли нафсин ау айнин хасидин, Аллаху яшфик деген дұға оқиды. Және оның жанында Бисмиллахи юбрик, мин кулли даин яшфик, ва мин шарри хасидин ида хасада, ва мин шарри кулли ди айн деген дұға оқиды. Содан кейін пайғамбарымыз өзіне келіп, кішкентай Әзіреті Әлиді және тағы бір екі адамды алып бар деп, олар барып әлі құдықтың түбінен жаңалдеген нәрселерді алып, оларды отқа жаққаннан кейін пайғамбарымыз өзіне келеді екен. Бұл деген нәрсе пайғамбарымыз ешбір нәрсені бекер істемеген. Пайғамбарымыздың бүкіл өмірі біз үшін үлгі өнеге. Сол үшін пайғамбарымызды Алла тағала әдейі тағдыр етіп жазғандығы бойынша сиқырланған. Және сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сиқыр өткен. Және сиқырның жазылуын көрсетіп те берген. Бұл бізге сабақ. Пайғамбарымыз айтуы бойынша, менің осы екі сүре, Фалақ пен Нас сүресі түсуінен бұрын, басқа дұғалар қолданатын едім. Енді оларды қолданбаймын дегенге ұқсас хадистері бар. Яғни Фалақ пен Настың ұлылығы соншалықты. Көз тиген, тіл тиген, басқа сиқыр нәрселерінде осы зиян, бүкіл ауру дерттерге де осы Фалақ пен Нас қолданып отырады. Бұны араб тілінде аттары көп, ең кең тарқалған аты Мауибатайни. Яғни Аузу билля деп айтылған сүрелер деп айтылады екен. Әсіресе екі сүре. Яғни екеуі бірдей құл аузу деп басталады. Оның мағынасына қазір тоқталып өтерміз. Тағы да кішкентай бір нүкте. Әлбетте адам баласы сиқыр өтеді. Сиқыр деген нәрсе бар, хақиқат нәрсе. Әсіресе сиқыр дінді жақсы ұстанбаған, немесе үлкен күнәлар кішкентай жасап қойған адамға қаттырақ өтеді. Бірақ сиқырдың бірден бір ұшы тағдыр. Әлбетте Алланың жазмышы болады. Сондықтан адам сабыр қылу керек, шыдау керек. Енді сиқыр туралы, оның емдік жолдары туралы әлі де айтыла берер. Бірақ бүгінгі нәрсе ол туралы емес. Бүгінгі нәрсе Нас сүресінің бізге алып келер мағыналары. Алла тағала былай деп айтады. Қул аузу би раббин нас, маликин нас, илахин нас. Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, айт, адамдардың Раббысынан, адамдардың патшасынан, адамдардың тәңірісінен пана тілеймін деп айтты. Кімдерден дейді? Кімдерден? Мин шаррил васвасил ханнас. Жасырынып қалатын бір көбінесе жындар ғой. Ханнас дегеніміз, яғни бұны аудару бойынша қатты жасырынушы деген мағынаны береді. Ханнастың кеңірек мағынасы Алланы айтқанда қашып кететін деген мағынаны береді. Сол Алланың есімі айтылғанда қашып кететін, немесе соны ұнатпайтындардың жамандығынан,
солардың уәсуасынан, уәсуас дегеніміз жүрекке салған бір, қалай айтса болады бұны? Өзбек тілінде илхам дейді. Немесе сыбыр сияқты нәрсе. Мынау гипнозда да адамды сыбырлап айтады ғой, яғни уәсуас дегеніміз адамды азғыру деген сөз. Қарапайым сөзде. Бірақ ол азғыру бәлки сөзбенен болар, бәлки бір нәрсе бір іспенен болар, өзі бір нәрсені қызықтырар да, бірақ ол адамға қолынан сүйреп соны жасаттырмайды, азғыру деген сөз. Түсінікті ғой? Бір адамның қолынан ұстап, мынаны істе деп айтпайды, бәлки намек береді. Соған шақырады, соған реклама қылады. Ал істеуші адам өзі болады. Уәсуас дегеніміз азғыру деген сөз. Мағынасы осындай. Яғни жасырынып қалушылардың жаман азғыруынан әлләзи ювасвису фи судурин нас, олар адамның көкірегіне азғыру салады. Минал джиннати уан нас. Олар жындардан және адамдардан болады. Бір ат үсті қарап былай жеңіл өткен мағынасы. Ал енді кеңірек тоқталайық. Енді уақыт өте тығыз. Келесі сабақта бұдан да басқаша тоқталармыз. Алла Тағаланың айтуы бойынша бірінші аятта мен әдейі 3 аятын бірінші оқып кеттім әдейі. 3 түрлі нүкте айтқым келеді бұл жерде. Біріншісі сол Алла Тағаланың өзін өзі сипаттауы. Адамдардың Раббысы, адамдардың патшасы, егесі, немесе адамдардың Тәңірісі, Құдай. 3 нәрсе бар екен. Бұны имам Насафи деген кісі былай деп түсіндіреді. Адам кішкентай кезінде оған тәрбиелеу керек. Дұрыс па? Бір адам тәрбиеші керек. Өскеннен кейін жігіт болады, қолына найза ұстайды. Қай жігіт патшаның қолында қызмет қылғысы келмейді? Қай жігіт әскерде қызмет қылғысы келмейді? Дұрыс па? Жаңағы алдияр тақсыр деп, батыр деп, жаңағы бір алдына отырып, жаңағы бір ерлік көрсетіп, жауға шауып дегендей, дұрыс па? Бір патшаның қызметінде болу деген сияқты нәрсе ғой. Жастық уақытында. Кейін қартайғаннан кейін баяғы күш қуат жоқ, басқа болады. Адам қартайғасын құдайшыл болады дегені содан шыққан. Алла Тәңірім деп тәсбih айтары бір жерде отырғаннан басқа не істейді? Сол адамның бүкіл өміріне берген сияқты осы 3 түрлі сипатты. Адамдардың Раббысы дегеніміз адамдардың тәрбиешісі. Тәрбиелеп өсіруші, мәпелеушісі. Яғни кішкентайларға арналған сияқты. Адамның жастық уақыты. Маликин-нас адамдардың патшасы, яғни ортаңғы буын. Илахин-нас адамдардың ең соңғы буыны, қариялар. Яғни бүкіл адамның өмірінде адам пана тілеп өту керек екен Алладан. Кішкентай болсын, жасы мықты, орта жас болсын, немесе қартайсын, бірақ Алладан үзілмеу керек. Алла осы үшеуіне де 3 түрлі бола аламын дегендей қылады. Алла айтады ғой бейне. Раббымыз біздің Раббымыз, біздің патшамыз, өткен патшалардың патшасы да. Біздің немесе егеміз десе болар. Ең соңғысы біздің Тәңіріміз. Әлбетте осы 3 нүктені Насафи керемет қылып аударған. Адамның өміріне сурет қойған. Не нәрседен десе, ювасвису фи судурин нас дегенге шейінгі келгені илахин нас мин шаррил васвасил ханнас аллази ювасвису фи судурин нас дегенге шейін келеді. Адамдардың жүрегіне азғырушы нәрсе салатын, немесе азғыратын, адамдардың жүрегінен бастап азғыратын. Жасырынып, Алланың сөзі айтылғанда жасырынып қалатындардың азғыруынан пана болады. Яғни, олар кімдерден болады десе, олар жыннан, адамнан болады екен. Жындар да сондай болады екен, адамдарды азғырады екен. Адамдарды жаман жолға бастайды екен. 2 семьяны ұрыстыратында жыннан, ана семьяда домовой болады деген рас нәрсе ол. Үйлерде сондай үйдің егесі болады, дүкен болады деп жатады. Мәселен, оны білу, әсіресе бір үйге кіргенде жаңа өте жарық болса да қараңғы сияқты кіргіңіз келмей, кірсеңіз басыңыз ауырып, жақтырмай тұрасыз бір үйді.
Және сол үйге кіргенде, немесе кешке ұйықтағанда ма, отырғанда ма, тура біреу сізді түртіп кетеді. Немесе ыдыс-аяқ түсіп қалады, ана полтергейст деп жатады ғой орыс тілінде. Жаңа ыдыс-аяқ түседі, есік ашып жабыла береді, бір нәрсені қойсаңыз жоғалып қалады, ұрыс-керіс шыға береді. Тағы бір себебі, түнде ұйықтап жатқанда тура тағы бір адамның тыныс алуы естілетін сияқты, немесе бір адамның жүргені естілетін сияқты нәрселердің, бұның барлық үйде жынның болғанынан болады. Пайғамбарымыздың айтуы бойынша жынның үйде жүруге ақысы жоқ. Сіздер жыннан қалай қорықсаңыз, жын сізден соншалық қорқады. Одан қорқудың керегі жоқ сол үшін. Қорықпаңыздар. Олар халық, біз сияқты адамдар да, олардан қорқу керек жоқ. Әркім өзінің орнын білген дұрыс та. Олардың үйде, адамның баласының үйінде жүруге ақысы жоқ. Сондықтан оларға кәдімгідей айтса болады, сізді жынды десе жынды дер біреулер. Бірақ үйде отырғаныңызда, үйде жүрген нәрсе кім болсаң да, сенің біздің үйде жүруге ақың жоқ. Кет, немесе саған жаман болады дейді. Сөйтіп айтып болғаннан кейін, егер қоймаса, Бақара сүресін бастан аяқ қойсаңыз, ол үйде жын, шайтан да, сиқыр да еш нәрсе болмайды. Бұл бір жыннан әшейін нәрсе. Жын адам баласын бір-біріне ұрыстырады да. Бізде айтамыз, жыным кеп тұр деп. Дұрыс па? Ол рас нәрсе. Жыныңыз кеп тұрады да. Жын келген кезде ақылыңыз істемейді. Сол үшін айтады ғой, біздің қазіргі қарапайым халықта, мына жынды екен дейді. Күшті деген мағынаны береді. Адамның анау ақылын жоғалтып қояды дегені де. Жын сондай нәрсе екен. Азғырушы екен дегені де. Анау азғырушы екен дейді. Бір машина көрсе, мына жынды екен ғой. Ат көрсем, мынау жынды екен ғой дейді. Үй көрсем, мына жынды екен ғой дейді. Яғни рас нәрсе ол. Пайғамбарымыз айтқан 3 нәрседе жын болады деген. Көлікте деген, үйде деген, әйелде деген. 3 нәрседе жын болады. Яғни 3 нәрседе азғырушы нәрсе бар да. Сол 3 нәрсеге адам таласады, тіпті бір-бірін өлтіруге шейін бар. Енді адамдардан да болатын азғырушылар бар екен. Әлбетте олар қазіргі азғырушылар, адам азғырушылар. Жындар қап кеткен шығар деп ойлаймын олардың жанында. Өйткені не деген телевизор ашсаңыз реклама. Қазір азайды, Құдайға шүкір, баяғыда арақ, шарап, сигареттің рекламасы толып тұрады. Не деген реклама десеңізші. Ол бір кинолармен кетіп жатыр қазір рекламалар. Арақтың неше түрін 3 бұрыш, 4 бұрыш, 80 бұрыштық шишаларменен арақ ішеді, әдейі көрсетіп ішеді. Ана ішіп жатқанда тура тәтті су сияқты ана көрсеңіз, бір тәтті су, енді ана ішсеңіз прям енді жүрегіңіз, бір рахаттанып, көңіліңіз ашылып, ауырған дертіңіз жазылып кететіндей көрінеді. Немесе адамдар бір-бірін өлтіріп жатыр. Адамдар семьясын тастап басқа қатынмен жүріп кетіп жатыр, басқа әйелдер, басқа еркекпен жүріп кетіп жатыр. Осылай қылып реклама қылып, әсіресе мұның барлығы Венесуэланың киноларында бар. Ана Венесуэла дейма, осы Латын Америкасының кинолары әсіресе осындай нәрсені келеді. Неше түрлі кинолар. Мағынасының барлығы бір. Не қылып үйленетінін түсінбеймін олардың. Үйленіп алады да екеуі екі жақта жүреді. Түсінбейсіз, не үшін үйленді? Сосын жүріп жүре береді кәдімгідей. Бәрі оңай сияқты. Арақ, шарап, ажырасу, үйлену, бір-біріне арамдық жасау деген нәрселер оңай сияқты. Сосын соны адамдар бұл өмірден алынған ғой дейді. Өмірден болса да ол Бразилияныкі шығар, сояқтағы мал халқы шығар, ол дінді білмейтін. Біздің мұсылман халқының ішінде ондай өмір жоқ, Құдай сақтасын. Болдырмауымыз керек те бар болса да. Бұл өмірден алынған емес. Өмірдегі таза кіршіксіз нәрселерді көрсетпейді. Адамның адалдығын, адамның сондай бір пәктігін, тазалығын, сонша бір ұлы нәрселерді, сезімдерді неғып көрсетпейді. Ондай бір кинолар аз, бар шығар, бірақ өте аз. Сол үшін адамның азғырушысы ауыр болады. Кино көргенде, телевизор көргенде, көзіңіз бен құлағыңызды түріп отырыңыз. Одан алатын нәрсе де бар, алмайтын нәрсе де бар. Одан кейінгі нәрселер, кітаптар, адамдардың модасын қараңызшы, қаншалықты кетіп бара жатыр. Оңай нәрсе болып қалды. Халық бар ғой, адамдар, қой сияқты. Қой баққандарыңыз бар ма? Бар болса білесіздер.
қойды шомылдыру үшін судың жағасына апарасыз да, сосын айдасаңыз суға түспейді қой. Қарап тұрады. Содан кейін аласыз да бір қойды суға лақтырып жібересіз. Болды. Одан кейін айдамай қойыңыз. Қалған қойдың бар өзінен өзі секіре береді анаған. Малды қой ол сондай болады. Біреу секірсе қалған бәрі секіре береді. Біз күлеміз ғой, адамда сондай. Қазір сондай шығып жатыр ғой. Мынау джинсидің баяғы кішкентай жыртық еді. Ол жыртықты сосын кіріп шығып жамайтын еді. Ол жамау түсіп қалды кейінгі. Құр жыртық тұрады. Енді ол жыртық үлкейіп қазір екі артын жалтыратып осындай домалақ көрсетіп жүру мода. Кәдімгідей көрсетіп жүреді де адамдар. Қызығы не деген нәрсе? Жыртық киім мода дегенге таң қаласыз ғой. Қалайша бұл е? Әдейі жыртып шығарады, еще новый болып келеді, заводтан жыртылған күйінде келеді. Соны алады адамдар пәлен ақшаға. Заводтан мыжылған күйінде келеді, мыжылған киім киеміз. Үтіктесе, баяғыда үтіктеген киім мода еді, қазір мыжылған джинси мода. Мыжып тастаса, ең әдемі джинси сол болады. Қатты мыжып тастаса. Қызығы, яғни сосын қанша қысқа киім болса, қанша тырысып қалған болса, сонша әдемі. Баяғыда мазақтайтын еді ғой адамдар. Ой, кішкентай болған киім киіп алғанда, немене ана үстінде тырысып қалған ана шалбарлардың бәрі жыртылады. Ана лезді тегіс қалса, пырт етіп бәрі түсіп қалатын шығар деп жыртылып депті. Оған қазір не қылмайды? Қанша тырысып қалған болса, сонша жақсы. Қызық. Яғни адамдар қазір небір нәрселерге адамдар денесіне сурет салады. Үстінің бәріне сырғалып тастайды. Ілмейтін жерге құлақтан баяғыда құлаққа ілетін еді. Еркек құлағына ілтті дегенге таңғалатын еді. Қазір ілінбейтін жердің бәріне іліп тастайды. Салбырамайтын жерге шейін іліп тастайды. Ол салбырайтын жер қалды ол. Бүкіл салбырамайтын жерге де іліп тастаған. Адам мойнына, иегіне, жаңағыдай бетіне, қабағына, маңдайына шейін іліп тастаған сырған. Таңғаласыз. Маңдайдың қай жер салбырап тұрғанын білмейсіз ғой, бірақ іліп қояды да сырға. Бәрібір. Мода. Егер жақсылап қарасаңыз қорқынышты нәрсе. Сосын қызық нәрсе, сіз биді тамаша қылғансыз ғой, енді дискотекаға мынауға қызығатын шығар көп жастар. Ал бірақ мен сізге бір қызық нәрсе айтайыншы. Қатты бір секіріп билеп атқан адамдарды сіз суретке алыңыз да, видеоға. Сөйтіп дауысын өшіріп тұрып көріңізші. Дауысын өшіріп тұрып көріңізші бірінші да. Таң қаласыз. Жынды адам ше үйтіп жасамайды андай нәрсені. Не бір нәрселер жасайды. Қызығы, өте қорқынышты нәрселер жасайды ғой ше. Егер сондай танымайтын адамдарға мынау жындыхананың бір түсірген нәрсе еді десе, сенеді керек болса. Адамдарға қатты осындай дерт шалған енді кесел болып қатты деп. Расында да біздің бір имамдарымыздың бірі, имам Шафи бұлай айтқан екен. Арақ адамның өзін, денесін, тәнін мас қылатын болса, музыка адамның жанын мас қылады дейді. Сол үшін музыканы тыңдағанда да дұрыс тыңдаңыздар. Ғалымдардың көпшілігі музыканы харам деген. Музыканы харам деген. Халал деген адамдардың өзі барлық музыкаға рұқсат бере бермейді. Барлық музыкаға рұқсат бере бермейді. Әсіресе ең ауыр музыкалар, сол тяжелый металл, рок, пок деген сияқты нәрселер негізінде жинап келетін нәрселер болады. Оны сондай ауырған адамдарды емдеп те жатамыз. Көп уақиғаларда болған. Мына Ресей жақтарда бір бала бір түнде семьясының бәрін бауыздап тастаған. Сөйтіп өзі 5-ші этаждан секіріп кете салған. Не себеп болды дейсіз ба? Дискотекаға барған, тяжелый металл тыңдап келген болды. Келгеннен кейін ұстап қалған әшейін. Музыка тыңдағанда бас кетіп қалған болды. Соя берген, музыканы айқайлатып қойғанда үйде. Сол под музыка сойып тастаған ғой бәрін. Анау музыканттар білесіздер ма? Біткесін, несін, қолындағы домбырасын сындырып жатады ғой, гитарасын. О бекер емес ол нәрсе. Таза жын нәрсе де ол. Адамға дауыс әсер етеді. Адамның көтеретін децибалдары бар да дауыстағы. Сол децибалдардан ауыр бөлек децибалдар береді олар. Адамды таза гипноз қылады. Адам оны өзі білмейді. Сол арқылы ол музыкаға адам ғашық бола бастайды. Ол таза жын сияқты нәрсе. Сол үшін адамды азғыру
оңай нәрсе. Адамның жүрегі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы біздің бүгінгі өтіп жатқан аяттарымызға бір хадис негіз болар еді, жүрек болар еді осы аятқа. Пайғамбарымыз айтқан: адамның денесінде бір ет бар деген. Егер ол ет бұзылып кетсе, сасып кетсе, адам бұзылып кетеді. Егер жаңалдегі ет бүтін болып бұзылмай, сау болып тұрса, адам сау болып бұзылмай тұрады. Біліңіздер, ол жүрек мына жерде деп көрсетеді. Қолы менен өзінің көкірегін. Яғни адамның жүрегі бұзылса, барлығы бұзылады. Адамның жүрегі бүтін болса, бүтін болады. Жүрекке алып баратын жолдар көп. Соның біреуі ауыз, көз, құлақ, қол, аяқ. Осының бәрі жүрекке алып барады. Осы нәрсенің бәрін тыя білген адам тура жолды жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтқан. Ол хадис айтпастан бұрын сіздерге айтайын. Сіздерге пайғамбарымыздың өзі жәннатқа кіруге гарантия берем десе, не істер едіңіз? Істейсіз ба бір айтса? Таңғал. Гарантия. Пайғамбардың өзі айтып тұр. Бұлай деп айтты пайғамбарымыз. Егер кім екі жағының арасыменен екі аяғының ортасына арасындағы нәрсеге гарантия берсе, мен жәннатты гарантия беремін. Қараңызшы, ең ауыр нәрсе ғой. Амалдардың көпшілігі тілден кетеді. Одан кейінгілері көз, құлақ, қол, аяқ кетеді. Сол нәрсенің барлығы жүректің бұзылуына алып келеді. Адамның жүрегі бұзылса болды, одан кейін сізді түзету қиын болады. Сол үшін осы Құрандағы сүре былай деп айтады: жындардан және адамдардан болатын, адамдардың жүрегіне азғыру салушы болған, Алланың сөзі айтылғанда жасырынып қалатындардың жамандығынан, солардың жамандығынан бүкіл адамдардың Раббысы болған, адамдардың патшасы, егесі болған, адамдардың тәңірісі болған Алладан пана сұраймын деп айт, ей Мұхаммед деген Құран екен. Құранның осы аяттары ұзыннан ұзын бір сөйлем болады. Бөлмей ұзыннан ұзын бірақ сөйлем болады, аудармасы. Бірақ айтатын нүктелер өте көп. Ол нүктелерге Құдай қаласа сабақтарымыз